Барлықтарыңызға сәлем, қазір ойын ойнайын деп жатыр. Кім дұрыс жауап береді, былай ақша ала береді. Ой, короче, ана жаққа $100 жди меня. Кеттік ал. Бірінші сұрақ. Амстердам қай қаланың астанасы? Голландия. Бірдей. Бүкіл халықтық президент сайлауы қай жылы өтті? Күнімен. 91 жылы. 91. Мыналардың қайсысы қалғандарынан үлкенірек? Нептун, Жер, Шолпан, Юпитер. Юпитер. Мен айтайын деп тұрмын. Көшеде екі әкесі, екі баласы және атасы немересімен қыдырып жүр. Көшеде қанша адам жүр? Көшеде екі әкесі, екі баласы, Және атасы немересімен қыдырып жүр. Көшеде неше Бес. адам жүр? 3. Қазақстанда қанша облыс бар? 16. 17. 17. Оша. Садрадиннің бірінші тірегінің премьерасы қай жылы болды? 2016. Ютубқа. 2008. Жоқ. Нақты сұрақ айтма. 2020. Екінші ма? Арасында екі тас, төрт аяқ пен жалғыз бас. Ол не? Тасбақа. Кедей бай болсам дейді. Бай кедей болсам дейді. Ойбай шеше ол. Инстаграм қай жылы құрылды? 2013. 2010. Оқушы мектепте 15 минутта жетеді, ал 3 оқушы бұл жолда қанша 15 оқиды? минутта. Мен бірінші. Жаңбырдың кезінде кімнің шашы суланбайды? Тақырбас. Сиыр неге жерге жатады? Салмақ ауыр болғанда. Сиыр неге жерге жатады? Сиыр жеген. Кейін диванға жатпайды ғой, қаққа жатады. Қорада екен. Өйткені отыра алмайды. Қай айда 28 күн бар? Апрель. Бүкіл айда. Бүкіл айда. Ой, жоқ. Лимонның жартысы неге ұқсайды? Лимон жартысына. Иә. Все. $100 жди меня. Ненің көлеңкесі жоқ? Қараңғыны. Оттың. Көлеңкесі болады. Көлеңкенің. Көлеңкенің. Мен ақшамды бақ болған. Қазақстан мен Өзбекстанның ортасында не бар? Шекара бар. Граница. Жоқ. Мен. Соңғы давай сочный бір сұрақ қой. Теңіздің ортасында не бар? Бля, үлгере алмай қалдым ғой. Мен сен сұрағын қорытып ше. Енді ойланып отыр едім. Жизнь такова. Давай шотал. Бүйтіп қояйық. Қой қайтты. Бір сұрақ қоям, бірақ оның ішінде 3 сұрақ болады. Бегемотты холодильникке 3 тәсілмен салу керек. Қалай салады? Холодильникті ашасың, бегемот саласың, бегемот жағасың. Жирафты 4 тәсілмен салу керек. Білем, мен айтайын. Мен айтайын. Мен біліп тұрмын. Мен жауап біліпсің ба, Натали? Біліп тұрмын. Қалай? Қалай? Жирафты 4 тәсілмен салу керек па? Мойын бұрып. Бірінші 4 аяқты, кейін 2 аяқты, одан кейін 3 аяқты. Ол не? Бала, адам. Адам. Қалай адам? Туылған кезде 4 аяқпен жүреді, сосын 2 аяқпен жүреді, сосын 1 аяқпен жүрмей ма? Тупица.